Ассаламуалейкум ағайындар, Жекеге барар жолдың жаңа шығарылымы неге шықпай кетті? Менің соңғы көлігім Kia Sportage туралы бүгінгі мәліметтерде алатын боласыздар. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Кеттік! Сонымен ағайындар, Жекеге барар жолдың жаңа шығарылымы неге шықпай кетті? Шыны керек, осы уақытқа дейін мен 6 ай ішінде қателеспесем 11 немесе 12 көлік алып саттым. Соның ең бірінші Елантра болса, одан кейінгі 10 немесе 11 көлік Corolla болды. Сол себепті мен сіздерге Corollаны алып сатқанымды қайта-қайта көрсете бермеу себепті мен шығармай кеттім. Қазір соңғы көлігім менің Kia Sportage. Осы көлік туралы бүгін мағлұмат болады. Қаншаға алдым, қаншаға сатам деген ойым бар, қандай минусы бар, қандай плюсы бар. Барлығын сіздерге көрсетемін. Бүгін қызық болады енді. Жалпы алдыңғы шығарылымда байқасам, төменде комментарияда көп адамдар жазып, Жекеге барар жолың не болып кетті, бастадың да аяқсыз қалдырдың деген сияқты. Қазіргі таңда осы уақытқа дейін алып жатқан машиналарымды есептейтін болсам, қалтамдағы ақшамды есептейтін болсам, мен шыны керек өтірік айтпай ақ қояйын, Жекеге менің ақшам жетпейді. Қазір нақты айтқан кезде 55 алуға болады. Енді менде қатты асық жоқ, асықпай, баппен әйтеуір Жекеге аламын. Сол сені алам дегенше 80 шығып кететін болды ғой деп айтып жатыр кейбір адамдар. Мен айтамын, 80 осы жылы шықпайды. Биыл Жекеге рестайлы шығады. Мен ойымша биыл Құдай қаласа аламыз Жекеге. Ендеше бүгін мен Kia Sportage туралы айтқым келіп отыр. Мен мүлдем Kia Sportage'ді алам деп ойлаған жоқпын. Шыны керек, әдеттегідей Corollаны қарап отырдым, бірақ Kia'ны қараған жоқ едім. Бүйтіп қараған кезде өзі алдынан былай шығып кетті. Бағасы 4 миллион 800, ешқандай 5 торга деп жазды. Мен звондадым, барсам әйелім мен күйеуі тұр. Сонымен бардым да күттім ананы, енді сауданың әдебі бар ғой, бірінші сол адам алатын шығар деп. Анау адам алам деген сияқты қылды. Қазір мен бір айналып келем бет, мен егесін сұрадым, алатын болдым, алмайтын болдым. Сонымен алмайтын болдым, соны мен алатын болдым. Сөйтіп осы маған бұйырды. Қазіргі кезде 2013 жылғы Kia Sportage нарықта қазіргі таңда орта бағасы 6 миллион 200, 6,5 миллион аясында шарықтап тұр. Ал бұл маған 4 миллион 800-ге тиді. Мен ала салып не істедім? Бірден оны алдымда сыртқы покраскасында кішкене жаңағыдай сырылған жерлер бар екен. Сол үшін мен полировкаға бердім. Одан кейін ішкі химчисткасына бердім. Жап-жаңа осындай көлікке айнала шықты. Енді бұл көліктің плюсы минус туралы айтатын болсақ, мен шыны керек бұл көлікті алғанға дейін бұл минустардың кейбір минустарын білген жоқпын. Кейбір минустарын мен форумнан қарадым, интернеттен қарадым, ютубтан қарадым. Енді сіздермен бөлісті жөн көріп отырмын. Жалпы Kia Sportage'дің қысқаша тарихын айта кететін болсақ, жалпы 1994 жылдан бастап осындай атауға ие болған Kia Sportage алғашында қаяқта құрастырылған дейсіздер ғой? Алғашында Германияда құрастырылған. Басында рамдық көлік болған, кейіннен екінші буыны рамдық көліктен айырылып кроссовер деңгейіне жеткен екен. Негізгі осы шешім бұл Kia Sportage көлігін көптеген аудиторияға, көптеген мемлекеттерге танытқан екен. Сонымен ағайындар, бұл Kia Sportage көлігі қай мемлекетте құрастырылмаған десеңші, алғашында Германияда құрастырылды, одан кейін Индонезияда, Ресейде, Словакияда, Қазақстанда да құрастырылған. Кейіннен бұл көліктің үшінші буыны шығарылады. Соны негізгі дизайнның, негізгі суретін Питер Шрайдың ықпалымен дүниеге келіп, бұл өте әлемдегі ең ықпалды, ең әдемі көліктердің қатарына кіріп, сауда жағынан оқ бойы озған көлік болып саналады екен. Жалпы Питер Шрай бұл көлікке өзінің ерекше стилімен, ерекше дизайнын қалыптастырып, өзіне бір сән берген екен. Ендеше көліктің сыртқы дизайн туралы айтатын болсақ, Питер Шрай шын мәнінде бұл көлікті жақсы жасаған деп ойлаймын. Мен алғашында бұл көлік маған аса қатты ұнамаған. Сыртынан қарасаң, кішігірім кроссовер, ыңғайлы, толық жетекті, осындай тауға шықсаң да, бауға шықсаң да өте ыңғайлы. Артынан қарасаң да, былай, менің ойымша осы көліктің дизайнын шығаратын кезде негізі ана RX 330 бар ғой, немесе RX 300. Сол көлікті қарап, сол көлікке шабыттанып отырып шығарған сияқты. Бір қараған кезде кішкене RX 300-дің де дизайны сәл-пәл келетін осындай агрегаттары бар.
Көліктің сыртқы құрылысы туралы айттық. Енді көліктің бояуы және лак туралы айтатын болсақ, қазіргі барлық заманауи көліктер сияқты бұл көліктің бояуы мен лагы өте жұқа және жұмсақ болады. Сол себепті кішкентай майда шүйде үлкен тас жолында жүретін кезде майда тастар тиетін болса, сырылып, мысалы мына жерлерінде көптеген кішігірім майда царапиналар бар ғой. Сол себепті бұл көлікті айдаған кезде жаңағыдай барлық күшіне салып, шиповать етіп айдамаған абзал. Одан кейінгі екінші минус айтатын болсақ, мына жерде мына лобовой әйнегі бар ғой. Мына жерде щеткалары бар. Жылтқы щеткалары бар. Егер сіз азанда шығып, машинаны қыздырмай, алдындағы ыстықы щеткасын қосатын болсаңыз, қатты аяз болатын болса, мысалы минус 15-20 аяз болатын болса, бұл жерде әйнегі жарылып шытынап кетуі мүмкін. Сол себепті қазіргі Kia Sportage'дің 15-ші жылғы болсын, 18-ші жылғы болсын көліктерін қарасаңыз, өзінің айнасы родной емес. Екінші минусы. Одан кейін көліктің хромдық деталі туралы айтатын болсақ, бұл хромдық деталі барлық кореялық автокөліктердегідей өте көп уақытқа шыдамайды. Сол себепті әсіресе қыстың күндері шашырайды, неше түрлі балшық шашырайды, тас шашырайды. Арнайы химиялық сулармен сүзіп тұратын болсаңыз, едәуір көбірек сізге қызмет атқарады. Әйтпесе, шынымен мынандай хромдары өзінің түсін жоғалтып, бояуын кетіре бастайды. Өзінің доңғалақтары туралы айтатын болсақ, өзінің заводтан шыққан дискісі 18-дік, өте үлкен, жақсы әдемі көрінеді, көрік сыйлап береді. Ай, блин. Сомари. Сосын маған ұнаған есік бар ғой, кәдімгідей ашылған кезде, жауған кезде кәдімгідей ауыр. Алдындағы көліктерден қарағанда, мысалы Туссанға қараған кезде кәдімгідей ауыр. Сосын да ауыр ұнаған көліктің артқы есігін қараңыздар. Артқы есігін ашқан кезде осындай кіру аймағы бар, қараңыздар. Кіру аймағы өте кең. Мен мысалы мына жақтан кіремін де, екінші жақтан мына жақтан шығып кетсем болады. Енді көліктің ішкі интерьері туралы, ішкі салон туралы айтатын болсақ, қараңыздар, 2013 жылғы көлік, қазір 2027 жыл аралығында өте жақсы сақталған. Қараңыз, орындықтарына қараңыз, мына жағына, руліне қараңыз, мынаның астына қарасаңыз, барлығы жақсы сақталған. Бұл өз кезегінде Kia Sportage'дің жақсы сапалы жасалғаны көрініп тұр. Рульға отырамыз, орындығы жайлы, жаман емес. Мына жерде қазір алып тастақ. Маған көп адамдардың айтылатын өзінің уәжі, мына жердегі алдындағы панель бар ғой, пластиктен жасалған, бірақ сапалы пластик. Бірақ бір минусы бұл пластиктің барлығы боялған. Сол себепті мына жерге қанша бір нәрсе зат тиетін болса, қол тиетін болса, бояулары кетіп, өзінің өңін, өзінің түсін жоғалта бастайды. Мынау өзінің оригинал емес планшет, негізгі өзінің штаттық түрде аудио системалар тұрады. Екіншіден, бұл көліктің ішіндегі интерьеріндегі минус жағы, мына руль бар ғой, руль ұстайтын жермен, және мына жердегі, мысалы, сапасыздығы. Бұл жерде тоже айтқандағыдай боялған болғандықтан, көп көліктердегі емес, бұл жерде тез оңып кетеді, себебі боялған. Қараңыздар, мәселен мына жерде терезе, ашқыш электропакеттер, мысалы, соның өзі, көрдіңіздер, түсін жоғалтып уже өңе бастаған. Сол себепті бұл корейліктердің осы минусы. Көп ішкі интерьерлердің барлығын бояйды. Ол бояған басында әдемі болып тұрады, бірақ көп қолданғаннан кейін өзінің түсін өңін жоғалта бастайды, сол минус. Ал бұлай көліктің мына жерде отыратын қараңыздар, салоны мына екі шеті, кісі жағы отыратын жерлердің барлығы өте керемет сапада жасалған. Sportage деген атқа лайықты. Бұл жағынан енді лайк. Түтінге толып бөлмейді, мән берме біздің көздерге, жазылған әрбір сөздер сыйлайды шат біздерге. Жылдар алыс кеткендер түсіндір енді жерге, ал біздің дауыс жетеді әрбір көшелерге. Орындықтар туралы мақтадық қой, бірақ 2012 жылы шыққанға дейінгі Sportage'дердің орындықтары көбінесе жатып қалады, төмен қарай түсіп қалады. Сол себепті алатын болсаңыз бақылап алыңыздар. Бұл көліктің электроникасы туралы айтатын болсақ, электроникасында аса қатты проблема жоқ, бірақ анда-санда болып қалатын проблемалар жоқ емес. Ол артқы парктрониктің датчигі бар, сол кейде істен шығып қалады. Егер бір датчигі істен шығып қалатын болса, оның ауыстырумен құнының ақысы 30 мың теңге болады. Ал көліктің артқы орындықтары айтатын болсақ, артқы орындықтарында маған ұнайтын артқы орындықтың жылытқыштары бар. Ол өз кезегінде әсіресе қыста өзінің керемет қызметін атқарады. Мына жерде шынында қойғышы бар, барлығы стандарт түйде. Енді мына көлік максималды комплектацияда болмағандықтан артқы жағында мысалы басқаратын климат контроллары немесе жоғары жағында жаңағыдай панорама дейді ғой, олар жоқ. Бірақ артқы жағы былайша ұзақ сапарға жүретін болсаңыздар, қатты тар емес, өзінің кроссовер ретінде іші жақсы сақталған. Одан кейін егер артқы жағына мысалы жүк салатын болсаңыз, орындықты түсіру арқылы артын кеңейтсеңіз болады. Что-то ашылмай қалды ғой. Мына артын өсіп жатқызу арқылы
кеңейтіп, біраз заттарды ұзыннан салып жасаңыз болады. Артқы багажнигіне келетін болсақ, бұл жерде де барлығы стандарт түрде артқы жағына барлығы сияды. Сапарға шығатын болсаңыздар, саяхатқа шығатын болсаңыздар, мынаның артында техникаңызды қуаттауға арналған 120 вольттық осындай жер бар. Барлығы стандарт түрде жақсы, енді алып қосардай ешқандай ештеңе жоқ. Өзі ыңғайлы. Мына жерде қолмен бүйтіп жабасың. Сонымен осындай. Енді көліктің алдыңғы қозғалышы туралы, қорабы туралы бір-екі ауыз әңгіме айтайық. Сонымен достар, қозғалышы туралы айтатын болсақ, бұл қарапайым 2 литрлік донс мотор, 16 клапандық. Бұл көлікте енді өз уақытында майын ауыстыратын болсаң, жалпы көліктегі қозғалышы аса проблема емес. Одан кейін бұл көлікте бензин ауса ысқырады, сіз қатты қорқып кетпеңіз. Себебі бұл да бензин ысқыруы қалыпты жағдай. Бұл көліктің механикалық қорабы туралы айтатын болсақ, ешқандай көптеген проблемасы жоқ. 60 мың, 70 мың километр жүргенде майын ауыстырып тұрсаңыз, және де аялап тұрсаңыз, қарап тұрсаңыз, зорламасаңыз, бұл көліктің механикалығы өте көп уақыт қызмет атқарады. Одан кейін қорабы, автоматты қорабында кейбір кезде проблемалар болуы мүмкін, бірақ сіз ол проблеманы өзіңіз бастан тілеп алуыңыз мүмкін. Не үшін? Себебі сіз тұрған кезде бірден қорапты жаңағыдай газды қатты басып, ойламаған жерден кәдімгідей жылдамдық алатын болсаңыз, бұлдың қорабы өзі түсініксіз күйге еніп, қорабының істен шығып немесе баяу жұмыс жасап қалады. Ондай болған жағдайда сіз бірден қорабым кетті деп ойламаңыз, жаңағыдай программасын қайтадан жаңартып көріңіз, ол болмаса гидроболтты ауыстыруға тура келеді. Мысалы көліктің капотын қараңыз, кәдімгідей салмағы өте ауыр. Ал бұл көлік енді толық жетекті көлік қой. Толық жетекті көлік барлық кроссоверлер сияқты классикалық түрде орналасқан. Бұл жердегі енді сіз 100 мың километр жүрген кездегі артқы мосттың редукторы кетуі мүмкін. Сол себепті 70 мың, 80 мың километр қашықтықта жүрген кезде муфтының майын міндетті түрде ауыстыру керек. Көліктің аспасы туралы айтатын болсақ, екінші буыннан қараған кезде бұл үшінші буынның аспасы сәл әлсіздеу. Бірақ қазіргі нарықтағы барлық көліктерде сол сияқты әлсіз болғандықтан, әлсіз деген себебім бұл 100 мың километрге жетпес уақытта стойка стабилизатор мен бұның амортизаторын ауыстыруға тура келеді. Ағайындар, байқадыңыздар ма? Соңғы 3-4 жыл болды кореялық көліктердің қазіргі уақытта сатылымы өте кең артып жатыр. Қазақстандағы 2019 статистикаға сүйенетін болсақ, 2019 жылы салонда сатылым жағынан бірінші орында кореялық автокөліктер. Ал ағайындар, көлікке отырғандағы алғашқы сезім, қазір таудан түсіп бара жатырмыз төмен қарай. Өзін жақсы көрсетіп жатыр, енді төмен қарай оңай ғой. Жалпы бұл көлікте 150 аттың күші бар. Сол себепті бұл көлік енді андай қатты динамикалық көлік емес. Өзі қалада немесе басқа жерге жүргізсе де асықпай баппен жүретін адамдарға негізделген. Жалпы тартысы қатты бір мықты деп айта алмаймын. Ойқұс жолдармен кәдімгі жүріп келе жатырмыз. Бұл айтқан кезде өте жұмсақ жүреді. Сіз естімеген шығарсыз, бұл көлік кроссоверлер арасында кәдімгідей Мерседес сияқты. Мақтағаным емес, жалпы қазір біз отырып келе жатырмыз. Бұның көліктің іші тып-тыныш. Дыбыс изоляциясы жағынан бұл көлік кроссоверлер арасында Мерседес сияқты. Қала аралығында шығыны орта есеппен енді пробкаң бар, басқаң бар 14-15 литр жейді. Үлкен тас жолында бұның шығыны бар болған 8 литр. Біздің еліміздегі салондарда Kia Sportage айтқанда заказбен келеді. Ал Hyundai Tucson бірден бар. Сіз ақшаңыз болса бірден аласыз. Сол себепті біздің елімізде Kia Sportage'дің сандары кішкене аздау, Hyundai Tucsonның саны өте көп. Ал Ресей нарығында керісінше. Сонымен ағайындар, мен бұл көлікті алам деп ойлаған жоқпын. Аяқ астынан кішкене бағасы арзан болғандықтан алдым. Бірақ алғаныма ешқашан өкінбеймін. Себебі бұл көліктің өзінің плюстері бар, өзінің минустары бар. Мен сізге барлық плюс минустарын айттым деп ойлаймын. Таңдау еркіндігіңіз сізде. Сізге ұнайды ма, алыңыз, ұнамай ма, алмаңыз. Бірақ өз санатындағы топ 5 көліктердің қатарына жатады деп мен сеніммен айта аламын. Егер сіздерге айтқан мәлімет қызық болса, пайдалы болса, төменде лайк басып пікір қалдырамыз. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Ассаламуалейкум.